Баласын қызғанған ене әңгіме. Өніп өскен әулеттің қызы болдым. Алдымда 3 ағам бар. Ене мен келіннің қарым-қатынасы қандай болатын мамам мен жеңгелерімнен көріп, еш ойланбастан тұрмысқа шыққам. Бір үйдің жалғыз ұлына. Енем ерте жесір қалып, ұлын жалғыз өзі тәрбиелеп өсірген екен. Жалғыз ұлға келін болсам, енем мені қызындай қабылдап, еркелететін шығар деген есек дәмен болғанын да жасырмаймын. Бірақ барған күннен бастап көңіліме қаяу түсті. Күйеуім тым ерке екен. Азанда анасы томпаңдап көшеден сүт әкеп, пісіріп, кесеге құйып, нан турап, қант салып қояды екен. Күнім жарығым деп, күйеуімді құйрығынан қағып оятады. Көріп ал, балама күнде осындай сүт дайындап беретін бол деп ескертуін де ұмытпайды. Тәлпіш күйеуім анасының дайындап бергенін жеп алып, сүтке тойған мысықтай боп жұмысына әрең кетеді. Сосын күн ұзаққа енемнің қасындамын. Тірлігімнен мін іздеп, түртпектегеннің өзі бір төбе. Ал кешке күйеуім келгенде концерттің көкесін көрсететін. Күн ұзаққа көшеге шықпай, үйде қамалып отырғасын мен де бір сәт күйеуіме еркелеп, аулаға шығып, серуендегім келеді. Шаршап келдім деп диванға жантая кеткен күйеуіме бұртия қалсам, арғы бөлмеде отырған енем жетіп келеді де, жүр балам, менің бөлмемде құлағың тыныш болады, сол жаққа барып демал деп жетектеп ертіп кететін. Шаңырақ болған соң ұрсасың, керсесің, ерлі-зайыптылар болған соң артынша татуласасың. Кейде сондай ренжісуден соң төсекте татуласу араны жақындата түсетіні рас қой. Бірақ сондай кезде араға үшінші біреудің келігуі керісінше араны алыстатып жібереді екен. Күйеуім кішкентай бала сияқты мамасын қасына қона салатын. Бірақ соның бәріне көз жұмып қарауға тырыстым. Жолдасыма да екеуміздің арамызға үшінші біреуді келіктірудің дұрыс емес екенін, қайынша ренжіссек те бар мәселені екеу ара шешуге болады ғой дедім. Оңашада түсінген түр танытатын жолдасым анасы араға келеге бастағанда соның айтқанымен жүріп тұрып шыға келеді. Басқасы басқа ғой, көнер едім. Ал түнде есігіміздің сыртында тың-тыңдап тұрғанын сезгенде күйеуіңнің қасында жатудың өзі ыңғайсыз екен. Енді ғана балқып, бір-бірімізге сезімдерімізді білдіре бастасақ, есікті тықылдатып кіріп келеді. Балам аяғым қақсап тұр, уқалап берші деп бөлмесіне шақырып алады. Бір рет болса мейлі ғой, ертеңіне де осындай жағдай. Бөлмелерінде ине жіп бар ма, керек боп жатыр деп тықылдатып, кейде рұқсатсыз кіре салады. Тағы бір күні балам лимонад ішкім келеді, барып әкеп бер деп дүкенге жұмсады. Айта берсем көп енді. Демалыс күні де тыныштық жоқ. Жүр, екеуміз қыдырып қайтайық деп баласымен базарға барып, бастан аяқ киіндіріп қайтады. Үйге келгесін тыныш отырса мейлі ғой, әйеліңнің алдында жарқырап жүр, сен одан 1000 есе сұлусың, сымбаттысың деп мені кемсітеді. Рас, арасында жолдасымның анасының қылықтары үшін ұялатын байқаймын, бірақ қайынша айтқанмен анасы емес пе, мойындағысы келмейді. Неге мамамды маған жамандайсың деп өзіме шүйлігіп, сөйлемей тырысып қалады. Бір күні онымен сөзге келіп қалдым. Төркінімде әкемнің інісі той жасап, соған шақырған. Барамыз деп дайындалып отырғанда енем өтірік ауырып бізді жібермей қойды. Сол кезде неше айдан бері жиналған өкпе реніштің бәрі бомбадай атылды. Алғаш рет енеме сөз қайтарып, балаңызды жинап алыңыз деп үйден шығып кеттім. Жылап келем. Төркініме енем баласын қызғана береді деп жамандап барудың өзі ыңғайсыз екен. Қайдан, кімнен көмек сұрарымды білмей, аялдамада 2 сағаттай отырдым. Күйеуім қайта-қайта телефон соғады. Тұтқаны көтеріп, қайта салғыласатын шамам жоқ. Енді қайда барам деп отырғанда анадайдан елпілдеп келе жатқан енемді көріп қалдым. Домдардың арасынан ала-жұлақ етіп мені іздеп, шын аялдаманың орындығында отырған мені көрді де жаныма жүгіріп келді. Мына кісі енді көшеде айғай шығарып мені масқаралайтын шығар деп отырғам, сөйтсем ниеті басқа екен. Айналайын қызым, бір ашуыңды беріп үйге қайта қой деп кешірім сұрап, қолымнан жетектеп үйге келді. Есіктен кіре сала, мен сені сынаған түрім еді, артық кетсем айып етпе. Балам екеуміздің арамызға түсіп, жалғыз ұлымды өзіме қарсы қоймас бекен деп бірталайдан бақылап жүрдім. Осы уақытқа дейін менің еркелігімді көтеріп, бетіме қарсы келмегеніңе ризамын. Кетпе, айбарымның ұрпағын көбейтіп, екеуің тату-тәтті өмір сүріңдер. Мен қартайған адаммын. Артық кетсем, ойланбай бір тірлік жасасам, кәрілік деп қабылдап, көңілдеріңе алмаңдар деп кешірім сұрап,
күйеуім екеумізді тойға жіберді. Кештетіп болса да ауылға барып туыстарымызбен ойнап күліп келдік. Осы жағдайдан кейін енем күйеуім екеуміздің арамызға түскен емес. Бөлмемізді аңдуды да қойды. Өздерің біліңдер деп бар мәселені бізге ығыстырып қоя салады. Немерелі болғалы бізге тіпті де көңіл бөлмей қойған. Қазір менің енемнен артық адам жоқ сияқты. Кезінде ашуды ақылға салып, төркініме қарай кетіп қалмағаныма осы күні қуанамын.